Медицина қызметкерлері, сіздерді кәсіптік мерекелеріңіз медицина қызметкерлер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі таңда қазақстандықтардың денсаулығын жақсарту мақсатында еліміздің мемлекеттік саясаттардың басым бағыттарының бірі. Елімізде денсаулық саласын дамыту, тұрғындардың заман талабына сай қолжетімді және сапалы медициналық қызмет көрсету жолында бар мүмкіндіктер жасалуда. Адам жанының жанашыры болған, жауапкершілігі мол жұмыста күн түн демей демалыссыз қызмет атқарып, ел халық ықыласына бөлініп келесіздер. Еліміздегі төтенше жағдай кезінде де барлық жағдайларға тас түйін дайын болып, жан-жақты жұмыс жасадыңыздар. Құрметті медицина қызметкерлері, ерен еңбектеріңізге, шипалы алақандарыңызға, мейірімді жүректеріңізге алғысымыз шексіз. Еңбектеріңіз халыққа қуаныш сыйлап, өздеріңізді нұрға бөлесін. Сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтай отырып, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, күш, жігер, баянды бақыт пен жаңа табыстар тілеймін. Құрметті аудан тұрғындары, құрметті медицина қызметкерлері. Сіздерді бүгінгі медицина қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Медицина саласын дамытуына және елімізге төнген пандемия кезінде күні-түні аянбай бала-шағаларыңызды екінші жолға қойып еңбек еткендеріңізді көрдік. Сонымен қатар, бүгінгі медицина қызметкерлері күн пайдалана отырып, бүгінгі эфирді пайдалана отырып, ауданымыздың бұрынғы бас дәрігері Абден Оразбек Иманбайұлын мен еңбек жолымды сол аудандық орталық ауруханадан бастаған кезімде ағалық ақылын айтып, үлкен сара жолға салғанына алғысын білдірерім. Отбасына, семьясына үлкен аманшылық тілеймін. Сіздерді тағы да бүгінгі медицина қызметкерлері күнімен құттықтай отырып, отбасыларыңызға амандық, деніңізге саулық, үлкен абырой тілеймін. Қайырлы күн, құрметті халайық, армысыздар. Қайырлы күн, желі көрермендері. Маусым айының 3-ші жексенбісі медицина қызметкерлері мерекесі. Медицина мамандығы қоғамдағы ең абыройлы сұранысқа ие мамандық. Дәрігердің міндеті аянбай еңбек етуді, адамдарға деген асқан мейірімділікті талап етеді. Ол өз өмірін медицинаға арнай отырып, өзгелердің өмірі үшін де жауапкершілікті мойнына алады. Адам денсаулығын сақтау көп жағдайда медицина қызметкерлерінің білімділігі мен шеберліктеріне байланысты. Денсаулық адам үшін баға жетпес байлық. Бұл күні құрмет пен алғысқа бөленген Гиппократ антын қабылдап, қай кезде болмасын әрдайым сенімділікті сақтайтын асқан шеберліктің иесі ақ халатты абзал жандардың мерекесі. Құттықтай отырып, Байғанин ауданында еңбектері еленіп, халқына үлкен қызмет жасап жүрген көптеген үлгілі медицина қызметкерлері атап өтуге болады. Есімдерін атап айтатын болсақ, Мұңайтпасов Нұркен Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін, Қазақстан Республикасы кәсіподаққа қосқан үлесі үшін медалінің, медицина саласының үздігі төсбелгісінің, Пирогов атындағы төсбелгі, Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдық тағы да басқа төсбелгілердің және де көптеген грамоталардың иегері. Қалқаманова Гүлсім, дәрігер, психиатр, нарколог, аудандық, облыстық, облздравтың грамоталарының 2020 жылғы медальдің иегері. Кемешева Нағима Бердіханқызы, жоғары санатты терапевт, кардиолог, профпатолог, күміс алқа иегері, 2020 жылғы жыл адамы құрметіне ие болған, 2020 жылы ковид медалімен наградталған. Мусин Тұрарбек Нұралыұлы, дәрігер-хирург, үздік жас маман 2016 дипломының иегері, бірнеше алғыс хат иегері, үздік жас дәрігер. Әбдірахманова Ақмарал, жас дәрігер. Теңелбай Фариза, жас маман, тәжірибелі дәрігер. Нұртайұлы Жанқожа, провизор, құрмет грамотасының иегері. Жылқыбаева Айгерім, педиатр, жас маман. Досқуатова Арайлым Қайратқызы, дәрігер, статист, құрмет грамоталарының иегері. Жангелдина Ғалия, тәжірибелі дәрігер, жас маман. Жиенғазы Гүлжан, дәрігер. Құлбекова Манчук Орысбайқызы, психолог, бірнеше алғыс хат дипломдардың иегері.
Сарина Баян Берікбайқызы, тәжірибелі дәрігер, COVID-19 медалінің иегері. Марат қызы Әйгерім, психолог, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік мерекесінің құрмет грамоталарының иегері. Саменова Әйгерім, врач, статист, мадақтама иегері. Кереева Жаншат, көптеген алғыс хат, құрмет грамоталарының иегері, COVID-19 медалімен марапатталған. Акимова Шынар, терапевт дәрігер, инфекционист дәрігер, онколог, көптеген алғыс хат, құрмет грамоталарының медальдардың иегері. Есеева Гүлмира, дәрігер, хирург, онколог, алғыс хат, құрмет грамоталарының және Гиппократ медальдарының иегері. Осы секілді жалпы Байғанин ауданында өздерінің елеулі еңбектерімен халық алдында үлкен құрметке ие болып жүрген, басшылық қызмет атқарып жүрген аудандық аурухананың басшысы Иманбаев Абзал және орынбасары дәрігерлер Сарбаева Нұргүл Сүндет қызына да алғысымыз шексіз. Құрметті медицина қызметкерлері, сіздердің қажырлы еңбектеріңіз үшін алғысымызды білдіре отырып, сіздердің дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, береке, бірлік, қызметте табысқа жетулеріңізге шын жүректен тілектеспіз.